Қайырлы күн достар. Бүгін грузин асханасынан ірімшікпен ашытқан наннан тамаша таңғы ас әзірлейтін боламыз. Шұңғыл ыдысқа ұн, ашытқы, тұз және қантты салып араластырамыз. Жылы сүтті құйып, қамырды біраз илеген соң күнбағыс майын қосып тағы да илейміз. Енді ыдыстың қақпағын жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырды екіге бөліп, әрбір бөлігін қалыңдығы 5-6 мм қылып жаямыз. Енді қамырдың екі жағын бүріп, ортасын ашық қалдырамыз. Сулугуни ірімшігін үккіштен өткізіп, қамырдың ортасына орналастырып шығамыз. Жиегін тек жұмыртқамен майласаңыз, осылай сарғыш, ал жұмыртқаның сарысына сүт қосып майласаңыз, осындай жылтырап тұрады. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мен бірінші нанға ірімшіктің бетіне бір жұмыртқаны жарып, тағы да 5-7 минут пешке салып алдым, ал екіншісін тек ірімшікпен қалдырдым. Астарыңыз дәмді болсын, келесі жүздескенше.